сәлеметсің бе, балақай? Көңіл күйің қалай? Достарыңмен ойнап, жазғы демалысыңды көңілді өткізіп жатқан боларсың. Жақсы, керемет. Ал енді мен көп созбай, әріптер жайлы ертегімді жалғастырайын. Кел, экранға жақында. Бүгін әріптер арасындағы жарыс деген ертегіні әңгімелеп беремін. Олар да сендер сияқты бір-бірімен жарысады екен. Әліпби елінде бір күні әріптер ерекше көңілді болды. Себебі мереке жақындап келе жатты. Ол қандай мереке деп ойлайсың? Әріптер күні екен. Әрбір әріп өзінің өнерін ортаға салады. Бұл күні балалар әріптерге қонаққа барып, ал әріптер болса, әрқайсысы өз өнерін көрсетіп, балалармен қызықты ойындар ойнайды екен. Бұл жолы Р әрпі біз неге жарыс ұйымдастырмаймыз? Кім ең пайдалы, ең ерекше, ең көңілді әріп екенін көрсетейік. Б мен К әріптері бұл сөзге келісе кетеді. Кім бірінші көп сөзге енсе, сол жеңімпаз. Сондай ойын ойнайық. Дейді екеуі. Бірақ Ә мен Ү әріптері бұл ұсынысқа аздап алаңдап қалады. Біз сөздерде сирек қолданыламыз. Бірақ біз қазақ тіліне керекпіз, дейді екеуі мұңайып. Иә, бірақ бәрібір қызық болайын деп тұр, деді Ж әрпі қуанып. Жарыс басталады. Әр әріп өзі қолданыстағы сөздерді айтып, сахнаға шығады. Мен балалар, бақыт, бәйтерек сөздерінде қолданыламын, деді Б. Ал менсіз күн, көңіл, кітап болмайды, деді К әрпі. Ал менсіз ше? Мен тіпті әліпбидің ең бірінші әрпімін, дейді. Оны айтқан кім екен? Әліпбидің бірінші әрпі А екен. Жарыс қыза бастайды. Барлығы өзінің өнерлерін ортаға салып жатады. Ал әріптердің ішіндегі ең сабырлы, ең ақылды әріп Ы әрпі. Ол сабырлы үнмен былай дейді. Біз жарысуға емес, бір-бірімізді қолдауға жиналдық. Әрқайсымыздың орнымыз ерекше. Егер бір әріпті сөздің ішінен алып тастасақ, онда сөздің мәні жоғалады. Дегенде барлығы үнсіз қалады. Сол кезде Ә әрпі күлімдеп былай дейді. Иә, әке мен аке сөзі бірдей емес қой. Дұрыс айтасыңдар, деді Ж әрпі. Біз жарысу үшін емес, жарқырап бірге қызмет ету үшін жаралғанбыз, дейді. Бәр қол ұстасып, шеңбер құрап тұрып, балаларға ән айтады. Адан яға тиген бәріміз бар. Әр сөзге жан бітіріп, жарқырап тұрамыз. Әріптер бірлікте болса, біздің әр қадамымыз білімге бастайды, деп ән шырқап, жарыстың соңы мерекеге ұласып, барлығы мәз-мейрам болады. Ал әріптер болса, сол күннен бастап ешқайсысы бір-бірімен бәсекелесіп көрмепті. Бұл ертегіден балақай, бірлік пен сыйластықтың мәнін түсінеді екенбіз. Бірлік бар жерде барлығы да болады. Жақсы балақай, екеуміздің қоштасатын уақытымыз жетті. Келесі кездескенше сау бол.